Бауырдан осындай өте дәмді болып шығатын котлеттер дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. 300-400 граммдай бауыр, 2 дана сәбіз, картоп, пияз және де сарымсақ алдым. Бауырымызды осылай салқын суға салып, бір бұрқ еткенше қайнатып аламыз. Суымыз қайнай бастағанда бауырды судан шығарамыз. Мінекей достар, ортасын осылай кескенде шала пісу қажет болады. Қатты пісіп кетсе, біздің котлеттеріміз құрғақ болып қалуы мүмкін. Енді барлығын мясорубкадан өткіземіз. Менде мясорубканың осындай кіші көздері бар, соны қолданамын. Суда шала қайнатылған бауырымызды, пиязымызды, сәбіз және сарымсақты бәрін рет-ретімен өткізіп аламыз. Онан кейін 2 жұмыртқа қосамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң, осындай панировочный сухариге котлеттерімізді аунатып, дөңгелек немесе сопақша форма жасап, қызып тұрған майда қуырамыз. Бірінші жақ бетін шамамен 3-4 минут пісіреміз. Мінекей бір жағы пісті, енді екінші бетіне аударамыз. Котлеттеріміз қызарып, өте әдемі болып шығып жатыр. Дайын болған котлеттерімізді осындай артық майларын сіңіріп алу үшін салфетканың бетіне қойдым. Мінекей достар, біздің котлеттеріміз дайын болды. Дәмі өте керемет, кәдімгі еттің фаршынан жасалған котлеттер сияқты болып шығады. Бауырларды суда пісірмей-ақ котлет жасаса болады, бірақ та мен осы әдіспен жасаймын. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.